Қыздар, сендерге штраф. Саған да штраф, саған да штраф. За превышение красоты. What the fuck? Вам штраф. За что? За превышение красоты. Зацепила меня, ослепила. Қыздар, сендерге штраф деп жатыр ғой. Қандай штраф? За превышение красоты. What the fuck? Лёшка, извините, вам штраф. Почему? За превышение красоты. Қыздардың арманы. Қыздар, Ау. менің жүрегім сендерге мандарин емес, әркімге бөліп беретін. Қаршы? Білесіңдер ме, мен әдемі қыздармен әңгіме айтқанда ше, өзімді бір түрлі сезініп қобалжитын едім ғой. Но мен сендермен нормально сөйлестім. Да? Саламатсыз. Сізде Инстаграм бар ма? Я бар. Мен сізге Инстаграм емеспін, қанша қарасаңыз да мегабайт етпейді, түсінесіз ғой. Баяда ше, мен ұрғанды қылататын едім ғой. Ал қазір сүйгенді қылатам. Қалай бұлай? Нормально ма? Әкеліп жүрейін. Бірден айтып да? Сүйгенді сүйіндер, сүймейінге жалынбаңдар. Ал мені просто арманыңды қаршы. Қыздардың арманы. Қыздар, бірден айтып жүрсем бола ма? Егер де мен мал болсам бар ғой, менің қорам болуға дайынсыздар ма? Рахмет. Қыздар, бірден айтып жүрейінші? Айтшы. Егер де красавчик болу ауру болса ше, мен емделмеймін, хорошо? Давай. Мен ше, Инстаграмда ерке болғанмен, шу нөмірде Төреғалимын, хорошо? Привет, қыздар. Маскаларың қайда? Бірақ мындай сұлулыққа масканың керек емес шығар деп ойлаймын. Бір екі жаңалық болып тұр еді. Біріншісі жақсы, екіншісі сендердің түрлерің. Рахмет. Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Қыздар, менде қыз жоқ емес, қыздарда мен жоқ, хорошо? Мені көбісі бабник деп ойлайды да. Қалай бабник болмайсың, қазақтың қыздар шет-шетінен әдемі болса. Қыздардың арманы. Шахи, сенің көзіңе қарасам, бір махаббат теңізін көргендей боламын. Қорықпа, бірақ мен жүзі білем. Сначала Герин, потом осындай келін. Шахризада, сен тура бір Дубай сияқтысың. Сені көбісі армандап жүр. Елек, сен үй тапсырмасы болсаң ше, мен сені күнде жасайтын едім. Ахуан кешір. Зарина, білесің бе, өмірде 3 затқа көз алмай қарап тұруға. Ағып атқан суға, жанып атқан отқа және маған.